Құрметті достар, мына нені алдымда осылай маймен, ызғыр май суоскам дейді, балауызбен. Сонымен майлағам, міне түсі мынандай болды, міне қоңыр. Енді мына екінші қақпақты басқалай етейін деп отырмын. Міне қоңыр түс болып шықты осымен. Енді мына екіншісін міне льняное масло дейді, ызғыр май бұл. 500 миллиграмм 4000 тұрады, Каспийде 4000 тұрады екен. Содан алғамыз. Енді мен қазір мынаны етіп көрейін. Қалай болады екен? Ана ненің тақтайдың ішіне терең сіңеді. Ең отылың шығады екен. Ана жолай айтқан басқаннан кейін. Нелер жақсы көрінеді екен өрнектер. Мына дейін шығатын дейін ашық. Етіп тастадым. Міне қараңыздар. Әп-әдемі болып шықты. Енді бұны тосу керек. Біраздан кейін екінші қабатқа ету керек. Бірақ мен аударған жағын ете беремін ақырындап. Осылай. Елеклеп жағу керек, сонда мұны ертең жарылмайды. Сіңіп кетті. Жақсы сіңеді екен. Міне осылай болды. Жылтырапты. Бұл ана басқа майдар кимейді. Неге дейсіз бе? Басқа майдар кейін бұзылып кетеді. Содан кейін ана кір шаң жинайды. Мына ызғыр майы бұл сіңіп кетеді, бу, су ылғалдықты өткізбейді. Негізі солай. Енді тосамыз біраз. Содан екінші жағын етемін. Міне екінші жағын істеп отырмын. Майды сындыру керек. Содан кейін үйдеріңізде бір осындай ағаштан істелген ыдыс бірдеңе болса, оны майлап қойсаңыздар болады. Оларына тұра-тұра өзі қаңсып, жарылып кетеді. Майламасаңыздар. Мен алдыңыз ол бір ретте Грузиядан бір недер алып келген, мындай табақ сияқты да, орехтар. Соларым жарылыпты кішкене, кеуіп қапты. Мына енді майдардың ішіндегі ең арзаны осы ғой. Осы ызғыр май. Бұл ана тұрғаннан нетпейді, бұзылмайды ағашта. Басқа май болса бұзылып кетеді ғой. Бұның иістенеді ғой. Айлықлап сындыру
келетін ағаша қорғақ сынып жатыр. Екінші жолға да ет көріп болады ғой. Еттен бітпейтін сияқты. Сынып кетеді ғой. Әбден кебу керек қой. Сынбеген. Машалық болды. Анандай етең қазір. Әбден болсын. Осылай достар, қандай пікірдеріңіз болады? Қандай немен етуге болады екен? Басқа может сіздер білетін бір майдар бар шығар. Сондайларыңыз болса жазып айтып отырыңыздар. Ертең наурыз 22-сі ертең. Бұйырса ертең көже пісіреміз, бірақ басқа қазанға ет тасып пісіріп алдық. Енді тағы да үлкен тай қазан бар. Соған пісіріп алдық. Жақсы сіңіммен байлап тастадым мынаны. Болды міне. Мынау таза ызғыр маймен, льняной маймен. Мынау кішкене қосылған пигментмен. Екеуінің айырмашылығы бар, қараңызшы. Біреу түсі қаралы болып шықты, мынау тұнық болып шықты. Осылай бітті осымен. Екі қазанды қақпақтарын жасап болдым. Достар, қандай пікірдеріңіз бар, жазып отырыңыздар.